Сол сыртынан естеймін, осы араға сосын мен қазір 10 шақты жыл болды кейін көшіп келгеніме, пенсия шыққасын, жолдың үстінде. Сонда анда-санда келемін, естеймін, я соғым жоқ үйде. Мұнда. Сосын ана, я болмаса мал жоқ. Бұнда. Қай жылдар аға бұл? Ол осы 2015-тен бастап па, мен осы араға көшіп келгенмін. Сонда естеймін, я соғым жоқ, я не жоқ, кейде шақырады, үйде анда-санда. Мен үлкен кісі, не ақасы бар. Анда-санда келіп кеткен болмаса, көк арасымен сыртынан бөліп отырамын. Анда-санда көріп қалам, мотоциклмен келеді ат үстінен, сәлем беріп кетеді болып. Кетіп баратады. Баяғы рақатымен емес, жаңағы уже шал болып кеткен кәдімгі. Таңның атуы, күннің атуы сол жылқыда. Айтып отырмын, мен де өзім жылқышы да болдым, қойшы да болдым. Бір 150 жылқыны шаққа бағамыз ол уақытта. Бұл жаңа 1000 жылқымыз жалғыз өзі қалай бағады деп аңтап қаламын. Бұған неше адам керек қой. Жалғыз өзі бақты ма? Жалғыз өзі бақты ғой. Бұның мысалы, мына жабы жылқысы деген бір породалары бар. Мынаған береді мысалы. Тағы бір тяжеловес породалары бар. Оның басқа бір малша сондай жылқыны бақты. Сонда мен айттым, сен қалай бақ? Көмекшілерің бар ма дейсің? Жалғыз өзім дейді. Тек аяқта бір повар бар дейді. Несі бар. Сосын жаңа басқалар шабаттап жүреді, таңның ату күннің баты. Зарплатасы. Қанша теңге? 150 мың ба? 150 мың. Қазір менде қай жылдан? 20 жылдан ба? Менде қазір ведомствомды алып шығып едім. 20 ведомствоның бәрі бар. Қол қойып, ақшамды алдым деген. Иә. Ол бәрі бар. Енді аға менің сұрағым мынау ғой. Ең алғаш Рахат Сәрсеновті сіз жылқышы қылып қабылдаған кезде келісім шарт болды ма аранызда? Болды, неге болды? Дәлеліңізді көрсетіңізші. Дәлел, мен 93 жылғы нені арқалап жүрмеймін ғой, 93 жылғы. Бірақ бар ғой сізде? Бар болу керек, білмеймін. Қараңыз, енді былай келісейік. Ертең күні мен де айыпты болып қалмайын, сізді кінәлап. Егер бар болса, сіз маған ертеңге дейін жіберіңіз. Мына материал ертең шығады, сол кезде мен сұхбаттың астынан қосамын. Бар деп мен білетінім, қазір білетінім. Мен қазір кезек соттың требовать еткені, соңғы 16 жылдан бері договорым бердім. Соңғы 10 жылдық. 10 жылдық. Бірақ ол соттың қаулысы солай шығар. Енді мен жалпы жұмыс істегеніне сұрап отырмын. Енді 33 жылдан бері жұмыс істеді ғой сізде. Ол кезде Руслан. Егер болмаса жоқ деп айтсаңыз, мен солай тыныш. Егер жоқ болса жоқ деп айтамын. Точно білмеймін мен. Жоқ деп те айтамын бар. Ол кезде менде 8 жылқышы жұмыс жасады. Иә. Сізде сол 8-імен келісімшарт болды ма? Келісімшарт болды. 8 болды келісімшарт. Потому что қуаныштықы мен көрдім бір жерден. Оны документтердің бәрін көтеріп отырғанда. Алматыға барып емделесіз ба? Жарайым Ақтөбе? Той қалса үйленсем тойыма келесіз ба? Әңгіме жоқ. Жаңа айтып жатсыз ғой, түрмеде 60 жылдығымды қарсы алдым деп. Алла қаласа, амандық болса, дені сау болса, балаларыңыз 60 жылдық істеп береді ресторанда. Мынау енді мен Алматыдан арнайы келіп тұрмын. Құр қол келуге ұялдым. Мынау шапан өзіңізге. Құдай қаласа осы шапанмен көгеріп көктей беріңіз. 60 жылдыққа осы шапанды киіп шығыңыз менің көзім бұл. Жақсы ма? Ламаңыз, Тойға шақырыңыз, бұйырса келем. Тойға барып билеймін. Тойға шақырам, құдай қаласа. Үйленемін, сол кезде шақырам, келіңіз міндетті түрде, Кім Руслан ағаның тойына барып билейсіз ба? Билеймін. Оған дейін жазыласыз, инсульт қайтады. Қолға тойы бұл.